Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн. Мынау менің қазіргі тұрған жерім Шымкент қаласы Дендропарк. Бұл жерге не үшін келді десеңіздер, өздеріңіз білетіндей Шымкент қаласында біздің бір оқушымыз 45-тен 45 балл жинаған болатын. Және сол оқушыға қазір мен өзінің былайша айтқанда еңбектеніп жеткен сыйлығын қолына табыстайтын боламын. Ол оқушымыздың аты жөні Убайтуллаев Рамазан. Рамазан. Ассалаумағалейкум. Құтты болсын. Мынау енді біз қазір ешқандай не жоқ бұл жерде. Дайындалып алдын ала ондай ештеңе істеген жоқпыз. Қалай бар, солай көрсетейін деп жатырмық сіздерге. Енді кішігірім айтып өтсең да, мен саған сұрақ қоямын. Жалпы менің курсымда или мені қалай таныдың, қай жақтан білдің, қалай естідің? Сіздің курсыңызда бірінші мен 10 класста дайындықты бастаған кезде, сентябрьда өзім дайындалып бастаған кезде курс таппадым, нормально. 10 класстың сентябрьде бастадың ба не? Бастадым дайындықты. Сол кезде ойыма келді, НТ-ға дайындықты бастау керек деп, физика, математиканы қолға алдым. Сол кезде мен физиканы қоя тұрайын дедім, математиканы ютубтан іздеп бастадым. Ютубтан іздеп бастағанда сіздің 12 сағаттық видеоңыз түсіп қалды. 12 сағат бойы геометрия деген немеңіз бар, видеоңыз. Соны көрдім. Сол кезде берге сабақ бергеніңіз ұнап қалған соң, сол сіздің курсыңыз жайлы біліп, сол қатысқан болатын. 10 класста. 10 класста, иә? Көрдіңіздер ме, құрметті оқушылар, мен сіздерге қазір әсіресе 10 класстар көріп отқан болса? Январда. Курсқа январда жаздың, иә? То есть дайындықты 10 класстың басында бастаған, сентябрьде бастаған. То есть бұл нені білдіреді? Ерте бастаған оқушы по-любому не істейді? Жоғары нәтиже көрсетеді. Алдарыңызда бір дәлелі тұр. Математикадан 45-45, жалпы қанша болды? 122 біріншісі, екіншісі 125. 125 балл жинаған екіншісінде. Өте керемет нәтиже, жақсы. Енді қаңтарда бастадыңыз, иә? 10-шы сыныптың қаңтарында жаздыңыз ба? Қаңтарында бастадым, оған сізді көріп жүрдім. Просто ютубтан қарап, ары-бері сенбей ма? Иә. Басқа кім тағы зерттеп көрдіңіз? Басқа курстарды зерттеп көрдіңіз ба? Иә, болды негізі. Көрдім, ол жақта салыстырып былай болады ғой бар, бірақ сіз танымаймын, ешкім танымаймын. Сол енді бұтын сферасына жайлап, кіріп бастап, кім танып, сол кезде физика ағайларды көрдім, сізді көрдім, тағы бір-екі курстары қазесінде жоқ олар. Оларды көрмей қойған базы. Сол зерттедіңіз, короче. Міне тағы да құрметті оқушылар, айтатын нәрсе, Рамазан не істеді? Ол зерттеді ғой. То есть ол не істеген жоқ? Просто алып бір жарнамаға көріп, о деп, немесе бір барлығы қатып жүрген курс екен деп, оған жазылып, сондай нәрсе жасаған жоқ. Ол не істеді? Ол сентябрьден бастап январға дейін зерттеген ғой, ананы көрген, мынаны көрген, ютубтан сабақтарын көрген, бәрін көріп шыққан. Бүкіл мұғалімнің сабақтарын көрген. Сөйткенде түсінген ғой, вот мынау мұғалім маған точно керек деген сияқты. Вот осылай істесеңіздер, сіздер де қателеспейсіздер, құрметті оқушылар. Жақсы. Енді қанша уақытта бітірдің курсты? Курста біраз оқыдым ғой. Сол кезде курс оқып жүргенде мен онлайн офлайн қатар алдым ғой. Офлайнда да қатыстырды. Офлайнда да ата-анам онлайнға қатыстырды. Кейін мамам, папам осылай деп офлайнға да тықты. Екі жақты алып жүре бердік. Сөйтіп үлгердім, құдайға шүкір. Бірақ офлайн онша болған жоқ. Физикам нашар болып қалды, математикасы жақсы ол жақта сөйтіп екі жақты қатар алып, әкем осы майдың, жоқ, апрельдің 20-сына шығарып алды ғой. Барлық жерден өшірексіз сабағын қояды бір жұмыс істейін деп алам деді. Енді әкем өзі біз диқаншылық істейміз, әкеме көмек беру үшін. Әкем сабақтарын жинап қылып сөйтіп базарға шығып кеттім. Фатал. Былай істемеңіздер. Апрельден ол 11-ші сыныпта ғой? Жоқ, 10-ші класста. 10-ші класста ма? Бәсе. 10-ші класста қалай не отыр? Жоқ, ондай. Иә, ол нормально, в принципе, 10-ші класста. Қараңыздар, 10-ші класстың апрелінде, то есть ол әлі 10-ды бітірмеген кез ғой, 10-ды бітірмеген ол кезде. Ол нормально, в принципе. Математика ол кезде 35 алатын, патолог 35 болған. Патолог 35, сөйтіп мен сол кезде бүкіл жерді, бүкіл дайындықты қойып кеткен соң, жазда бір-екі көңілім қалап математика шығарып тұратын, өзім математика жақын болсам. Сіздің 2021 жылғы нұсқа талдау деген бар ютубыңызда. Соны қарап, мен қылып, нұсқа талдағанда сол кезде бір-екі ай көрмей қойған соң 30-29 бал аладым сол кездерде.
сөйтіп сентябрда қайттан қолға алдық қой. 11 класста қайттан бастадыңыз, иә? Құдайға шүкір. Сөйтіп аяқтап тастадыңыз, иә? Ол солай. Көрермендерге не айтасың? Қандай кеңес бересің? 10 класстар болсын, білмеймін, мүмкін ертең 11 классқа келген кезде көретіндер болуы мүмкін бе? Мен 10 класстарға беретін кеңесім ешқашан ерінбеңіздер, дайындалудан, есеп шығарудан ешқашан ерінбеңіздер. Әрқашан нұсқа талдап, есеп шығарып жүріңіздер. Ол өздеріңізге практика болады. Ертең нұсқа талдағандарыңыз өздеріңіз көздеріңізді үйретіп, НТ-ға кірген кезде оңай шығып кетесіздер. Сол дайындықты бастаған жөн, негізі 10 класстарға айтарым. Ертерек бастаған жөн. Все керемет, құрметті оқушылар, өздеріңіз көрдіңіздер, өзінің бір-екі ақыл кеңесінде айтты. Ең бір любой оқушыдан 11 класста оқитынша сұрасаң да, мысалға мен көбіне сұраймын ғой, не нәрсеге өкінесің деп сұраған кезде, мысалға сенен қазір сұрақ көрші, не нәрсеге өкінесің мысалға? Мен өкінемін, 10 классқа қайтып кеткен мүмкін. 4 ай қойып кеттім. Апрельдің 20-сынан бастап май полный оқымадым. 3 ай полный оқымадым. Жаз оқымадым. Базарда жүрдім. Сентябрьде 11 класқа қайттан бастады, да? Қайттан бастап. Вот міне. Көбісі айтады, мен ерте дайындалуды бастамаппын деп өкінеді көбісі. Сондықтан сіздер де мұндай қателікті жасамаңыздар. Ал енді ең маңызды сәт, қазір мен Рамазанға мен өзім уәде еткен сыйлықты табыстаймын. Осы 2023 жылғы түлектерге мен мынандай уәде берген. Егер де кімде-кім математика менің курсымды 3 ай оқып, бітіріп, курсты бітіру керек міндетті түрде, осы нағыз ұбт-да 2 мүмкіндік бар ба? Соның біріншісінде немесе екіншісінде разница жоқ, қайсысында болса да 45-тен 45 балл алатын болса, мен 45 мың теңге берем деп уәде бергенмін. Соның ең алғашқы болып сыйлығымды қазір осы алғашқында. Ең бірінші саған берейін деп жатырмын, әлі ешкімге берген жоқпын. Және бұл ерекше ойын деп тұр. Қазір мен беремін, қазір қалтамда тұр. Қараңыздар. Енді 45 теңге деген негіз бар ғой. Андай көп болу керек қой, мына қара. Көп болу керек. Кішкентай, бірақ жұдырық емес. Не деп ойлайсың бұл? Доллар. Иә, дұрыс. Мен анау өзім портмонемде, білмеймін бір неден, анау неге барып келген кезде ма, қателеспесем, қалып қойған. Умраға барып келген кезде, о жақта доллар ғой, қол өрме болғаннан кейін, өзім портмонемде жүрген бір 100 доллар. Соны жаңа анау Каспийден шешіп, 45 мың, еще 5 теңге бермей қояды ол. Оңайлап жүрем ба дедім да. Сөйтіп, осы 100 долларды енді курс қазір как раз 450 ма сондай болып тұр. Көйткен кезде 45 мың теңгені шығарады, береді. То есть, и осы 100 долларды бере салайын деген шешімге келдім. Ал, құтты болсын. Ал енді 2024 жылғы түлектерге біз кішкене шарттарды өзгертеміз. Сіздерге де осындай менен сыйлықты жеңіп алуды барлығыңызға нәсіп етсін.